Шеберлік каналында сіздерді көруге қуаныштымын. Бүгін біз сыбдырманың жүгіртпесінің неге осы көбінесе бұзылып қалып жататындығына қатысты мән береміз. Әрине, кейбір нәрселерді үй жағдайында жөндегеннен гөрі сол жөндеуге жеткізбей алдын алған өте жақсы болар еді. Ол нені білдіреді? Жүгіртпе дегеніміз мынау. Сыбдырмада көріп тұрған шығарсыздар, тұтқасы жоқ ұстайтын жер. Неге олай? Кейбір кездерде әрине жұлқағаннан деп ойлайтын шығармыз, бірақ жиі оның себебі біз осы аяқ киім осы жүгіртпесінің бір сыры бар ма деген ойда келетін шығар. Әрине, бір ескеретін жайт бар. Мысалға, осылай аяғымызды көтеріп қойып тағу осылай. Біз әрине осылай тағып үйренген шығармыз. Мүмкін өзімізге де ыңғайлы шығар. Бірақ негізі ескеретін жайт, бұны бұлай көтеріп емес, әлде өзіміз тұрып тұрған кезде бұлай мүмкін жабатын шығармыз. Осылай ыңғайлы деп санайтын шығармыз. Бірақ шын мәнісінде осы жүгіртпені тез бұзылмас үшін, ұзаққа жарау үшін біз осылай еңкейіп бүкіл салмағымызды аяқ киімге түсіреміз. Және жүгіртпені осылай бүкіл салмағымызбен тұрып қана жапқанымыз дұрыс болар еді. Екіншісіне қайтадан көрсетейін. Яғни бүкіл салмағыңызбен аяқ киімге тұрдыңыз. Содан кейін ғана барып жүгіртпені осылай жапқан орында. Сол кездерде біздің осы жүгіртпеміздің ұстайтын жері сынбайды. Ұзаққа ұстайды. Сол себепті осы жайтты ескерсеңіздер. Осы видеомен басқалармен бөлісіңіздер. Осы кеңес сіздерге әрине пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Біздің каналға жазылмасаңыздар, жазылыңыздар. Алдағы уақытта да көптеген қызықты аяқ киімді үй жағдайында жөндеуге қатысты қызықты бейнероликтер шығады. Жақсы, сау болыңыздар.